Ассалаумағалейкум, құрметті Ернар Education YouTube арнасының көрермендері. Сіздермен жас ағартушы және жеке қаржыны басқару бойынша маман, мен Сыпабек Ернар Маратбекұлы. Құрметті достар, менің YouTube арнамды қарап отырғандарыңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Және бүгінгі видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Өйткені бүгінгі видеода біз сіздермен қаржылық сауаттылық ғылымының 26-шы сабағын өтетін боламыз. Және оның тақырыбы бай болғың келсе бренд бол деп аталады. Яғни бүгін бренд деген не, оны қалай қалыптастыруға болады, және брендтің қандай пайдасы бар деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сол себепті видеоны соңына дейін көріңіздер, және де видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ендеше бастайық. Жалпы бренд деген сөздің өзін ашып алайық. Бренд деген бір сөзбен айтқан кезде ол танымал, яғни атақты деген нәрсені білдіреді. Бұл негізінен бизнеске қатысты қолданылады, яғни қаржылық сауатты болу үшін, қаржылай тәуелсіз болу үшін бизнес жасау өте маңызды. Өйткені әлемдегі қаржылық тәуелсіздікке жеткен, бай болған адамдардың 99% осы бизнестің көмегімен, былайша айтқанда өздерінің жағдайларын жасаған. Сол себепті бизнес жасау және ол арқылы табыс табу өте маңызды, ал бизнес жасаған кезде бренд қалыптастыру одан да маңызды деп айтуға болады. Себебі жалпы бренд дегеніміз бұл жаңа айтып өткенде әйгілі, яғни атақты дегенді білдіреді. Ал егер сіздің бизнесіңіз атақты әйгілі болмаса, онда тиісінше сіздің клиенттеріңіз де болмайды. Ал кімнің бренді атақты, кімнің компаниясының аты былайша айтқанда көп адам біледі, көп адам ол компаниямен таныс, сол компанияның өнімдерін тұтынады. Яғни бір сөзбен айтқанда брендтің пайдасы, артықшылығы ол арқылы сізге клиенттер өте көп келеді. Яғни ол өзінің атын былайша айтқанда жақсы шығаратын болады, компанияның атын. Енді жалпы брендтің қалай қалыптасады, соған келіп тоқталатын болсақ, бренд қалыптасу үшін көптеген маркетингтік құралдар қолданылып жатады. Енді солардың ішіндегі ең маңыздыларына келіп тоқталатын болсақ, жалпы маркетингтік ең бірінші құрал бренд қалыптасу үшін бізге компанияға мықты атау керек. Яғни ол компанияның атауы жақсы есте сақталу керек. Оны адамдар былайша айтқанда тыңдаған кезде, бір естіген кезде ұмытпайтындай болу керек. Және екіншіден, компанияның логотипі ол өте маңызды. Яғни көрген кезде, міне мынау осы компанияның логотипі деген нәрсені жақсы білу керек. Және сонымен қатар бренд қалыптасу үшін бренд өте көп көзге түсу керек. Мысалы, мен әлемдегі ең үлкен компания болып саналатын бүгінгі таңда Apple компаниясын мысалға келтірейін. Apple деген кезде барлықтарыңыздың ойларыңызға олардың өнімі iPhone естеріңізге түседі. Және де бірден iPhone-ның артындағы не естеріңізге түседі? Әлбетте тістелінген алма естеріңізге түседі. Мысалы, дәл осы логотип Apple-ды атағын әлемге шығарып тұр. Және бұл оған жыл сайын миллиардтаған долларларды әкеліп жатыр. Дәл осы секілді көптеген жалпы шағын бизнес, орта бизнес болсын, логотип жасату және компанияның атауын жақсы қою бұл өте маңызды, құрметті менің көрермендерім. Мәселен, мен бұны өзімнің мысалымда көрсететін болсам, мына жерде міне мынау менің AOS компаниямның, сіздерге көрініп тұр ма? Міне AOS компаниямның логотипі, атауы AOS деген нені білдіреді? AOS деген жалпы бұл аббревиатура, яғни қысқартылған сөз. Негізінен оның толық расшифровкасы, былайша айтқанда, Alphabet Organic System, яғни Alphabet деген менің 4-ші атам, яғни бабам, мен соның атауымен атадым. Organic System деген органикалық жүйе, яғни табиғи өнімдер шығарумен менің компаниям айналысады. Және де өздеріңіз жаңа көріп өткен логотип, ол менің өзіме жалпы ұнады, ол халыққа да ұнайды деген ойдамын. Мен осы енді логотипті атауды былайша бренд қылу үшін халыққа көбінесе көрсетуім керек. Және өзімнің ауыл шаруашылығы YouTube арнамда мен әрдайым өзімді AOS агрокомпаниясының директор ретінде таныстырамын. Яғни оны айта берген соң, YouTube арнамда шыққан видеороликтің басында ол халықтың миына жатталады да, AOS деген сөзді ұмытпайтын болады. Дәл сол секілді Apple деп айта берген соң, Apple да ұмытылмайды. Мысалы, McDonald's айта берген екен, ол ұмытылмайды. Дәл сол секілді Сулпак, Magnum Қазақстандағы беделді брендтер былайша айтқанда, розничный торговлядағы. Міне осылай көп айтыла берген соң бренд қалыптасады. Яғни бренд болу үшін, бренд қалыптасу үшін негізгі керек нәрсе ол компанияның атауы, және компанияның логотипі, және үшіншіден компанияның әр жерде халықтың көзіне түсуі. Дәл осы секілді компанияның ғана емес, жеке адамның да бренді қалыптасады.
яғни жеке адамның бренді қалыптасу үшін ол адамның өзі жиі көрініп тұру керек, және де оның есімі көп жерлерде кездесу керек. Сондай жағдайда оны адамдар біледі, жақсы таниды. Бұл тұрғыдан жалпы Қазақстанда бренд болып жүрген қазіргі таңда өкінішке орай деп айтуға болады, әншілер, жаңағы актерлар. Бірақ шын мәнісінен шынайы бренд болуға лайық ол менің ойымша ұстаздар, дәрігерлер, ғалымдар, және де былай айтқанда халыққа қызмет жасап жүрген үлкен қоғам қайраткерлері. Міне осылай адамның жеке брендін қалыптастыруға болады, немесе компанияның брендін қалыптастыруға болады. Егер бүгінгі 26-шы сабақтағы видеодағы білімдер сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар, астында өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіздер, және де қоңыраушаны басып менің YouTube арнама тіркеле отырыңыздар. Сонымен қатар ең маңыздысы білім бөліскен сайын көбейеді дейді. Менің видеоларымды өздеріңіздің достарыңызбен, білім ізденушілермен бөлісе отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болады, құрметті менің көрермендерім. Ендеше келесі қаржы сауаттылық ғылымының сабағында кездескенше, сіздерге видео ұнады деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған жас ағартушы мен сапабек Ернар Маратбекұлы. Келесі кездескенше достар.